Қазіргі таңда елімізде жалпы 2752 мешіт бар. Ал біздің орталығымызда Қарағанды облысында 100-ге жуық мешіт бой көтерген. Бүгін біз облысымыздың орталық мешіті Анет Баба мешіті жайлы жақынырақ танысатын боламыз. Орталық мешіттің құрылысы 1989 жылы басталып 11 жылға созылған болатын. Мешіттің салтанатты түрде ашылу рәсімі 2000 жылдың 20 желтоқсанында өтті. Анет Баба мешіті еліміздегі ең үлкен мешіттердің бірі болып есептеледі. Мешітке 4000 адамға дейін сыяды. Орталық мешітте 170-ге жуық діни қызметкер жұмыс жасайды. Мешіттің көркем безендірілген ою-өрнекті намаз оқитын ерлер және әйелдер залы ерекше сымбатымен көз тартады. Міне, дәл қазір біз шаһарымыздағы ең көрікті жерлердің бірі облыстық орталық Анет Баба мешітінің алдында тұрмыз. Анет Баба мешіті кез келген адамды алыстан өзінің әсемдігімен көз тартары сөзсіз. Мешіт Университетская мен Шахтеров көшелерінің қиылысындағы этносаябақтың орталығында орналасқан. Мешітке 7 жарғыны жасауға қатысқан әйгілі 7 бидің бірі Анет Бабаның есімі берілген. Анет Баба Қазбек биге, Әйтеке биге, Төле биге, тіпті Бұқар жырауға да өзінің батасын берген деген деректер де бар. Мешітте қазіргі таңда рухани тағылым алатын дәрістер, ұстаздардың сабақтары жүргізіледі. Сондай-ақ неке қиятын, балаға азан айтып ат қоятын күмбез асты бөлмелері, дәріске арналған 40 адамдық 2 сынып орны, 300 кісілік асхана және кітап сататын да дүкен ашылған. Мешіт ауласы 3,5 гектарды қамтиды. Саябақтың ортасында орналасқан мешіттің маңайы толығымен көгалдандырылған. Тынығып отыратын 20 орындық орнатылған. Мешітімізде діни мерекелер, іс-шаралар ауқымды түрде атап өтіледі. Сюжетті дайындағандар Мағжан Құдайберген, Мағзұм Аслан. Назарларыңызға рахмет.